Сәлем баршаға, сіздермен өнер. Бүгін мен түрік бөрегінің рецептін сіздерге ұсынатын боламын. Барлық құрамды описаниеге қалдырамын. Алдымен қызып тұрған майымызға фаршымызды салып, жақсы етіп қуырып аламыз. Майды өз қалауыңызша қосуға болады. Мен кішкене майын көптеу құйдым. Сіз одан аз қылып құйсаңыз да болады. Және үстіне турап бір жуаны салып, тағы да қуырып алдым. Жақсылап жуа жұмсарғанша қуырып аламыз. Үстіне аздаған тұз септім. Фаршымыз ағарғанша қуырамыз. Міне менің фаршым дайын болды. Енді арасына жағатын қаймақты дайындайтын боламыз. Бізге 200 грамм қаймақ керек, және 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқаны жарып салып, оның үстіне 4 ас қасық өсімдік майын құямыз. Өсімдік майын құйып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Барлығы біркелкі араласуы қажет. Міне лавашымызды дайындап алдық. Лаваштың ішіне осы қаймақты барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Қаймақ барлық жеріне жағылуы тиіс. Енді дайындап алған фаршымызды осылай шетіне қойып, орама тәрізді лавашты орап аламыз. Осылай шетіне жеткенше ораймыз. Жақсылап нығыздап ораған дұрыс. Және орап алғаннан кейін табаға орналастырамыз. Табамызға осылай орап орналастырып болғаннан кейін менде 5 лаваш шықты. Соның ішіне барлық фаршты салып, осылай табаға орналастырдым. Ішіне жағатын қаймақ қалды, соны арасына құйып шығамыз. Лаваштардың арасына, бетіне, барлық жеріне жетсе, жақсы болып піседі. Піскен кезде өте жұмсақ болып. Мен бетіне күнжіт септім. Қалауыңыз бойынша сепсеңіз де болады, сеппесеңіз де болады. 180 градуста пешіңіздің қызуына қарай 15 минутта пісіріп аласыздар қызарғанша. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Және мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын.